Баршаңа сәлем достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай ақша табуға болатын жолын көрсетемін. Достар, арна тіркелуді ұмытпаңыздар, сіздерге бұл жақта интернеттен қалай ақша табуға болатын жолдарын көрсетіп жатырмын. Достар, бүгін хай проекттен табыс тауып көретін боламыз. Хай проекттің аты KKS деп аталады. Бұл жақта біз өзіміздің қалтамыздағы ақшаны сала отырып, сол арқылы дивиденд аламыз. Яғни сізге күнделікті дивиденд әкеліп отыратын пакет сатып аласыз, сол пакет сізге 10 есе қылдырып қайтаратын болады. Мысалы 5.000 теңге салсаңыз 20.000 теңге қайтады дегендей қазақшалай айтқан кезде. Енді бұл жақта бірінші бізге регистрация өту керек. Сілтемесін описание қалдырып кетемін. Бастапқыда кірген кезде сіз өзіңіз логин жасайсыз. Одан кейін пароль ойлап табасыз и регистрация деген түймені басасыздар. Кіргеннен кейін сіздерге ең бірінші бұл жаққа ақша құю керек. Ол ақшаны құю үшін мына жақта перезарядка деген түймені басасыздар. Одан кейін сетті таңдайсыздар. BEP20 USDT мысалы ретінде мен таңдадым. Және осы адрес кошелекқа сіздер определенно ақша жіберетін боласыздар. Қанша ақша жібереміз, енді оны біз бірге анықтайық. Ол үшін ортада түймені басасыздар. V1 статусы мысалы мына жақта $12 басталады екен. Сіз яғни $12 жоғары құю керексіздер. $80 араны құйсаңыздар, сіздер VIP1 пакет сатып аласыздар. VIP2 пакет сатып алу үшін $80 жоғары құю керексіздер, $300 аралықта. Разница неде десеңіздер, яғни сіздер 15% десен, аяқта 16% беріледі сізге. Және күні 60 күн, ал мына жерде 90 күн сізге табыс алып келіп отыратын болады. Жақсы, сіздер осы мысалы $12-дан $80 арасын құюға сізге кеңес беремін. Одан көп ақша құймаңыздар, айта кетейін достар. Бұл жақта ешқандай гарантия жоқ, сайт любой момент жабылып қалуы мүмкін, сондықтан ақша салар кезде ойланып салыңыз. Начать количество оценку деген түймені басамын. Сіздер ақшаны салып болғаннан кейін күнделікті 24 сағат сайын осылай басып отыру керексіздер. Мына жақта счетчик жүріп жатыр, обратный счетчик. Осы біткеннен кейін сіз тағы да бір задание орындап, күнделікті табысыңызды, дивидендіңізді алып отыруға бір мүмкіндігіңіз болады. Так, міне мен $1.84 алдым. Мынау уже екінші күн достар. Бірінші күн кеше ғана шығарған болатын. Міне қазір оны сіздерге көрсетіп кете аламын. Прибыльный активы деген кірсек, міне кеше ғана $1.83 шығарған болатын. И счетыма сәтті келіп түскен. Енді бүгін екінші күн, сондықтан екінші күннен сіздер көрсеткелі жатырмын. Ол жақта енді ақшаны шешу керек. Ол үшін отзывать деген түймені басамын. Одан кейін сумманы мына жаққа енгіземін. Және де мына жақта өз кошелегім сохранить етіліп тұр. Сіз адрес кошелекті BEP20 сохранить етесіз. Пароль для снятия средств дегенді жазасыздар и поддержать деген түймені басамыз. Бізде міне ойланып жатыр, вывести успех деді. Енді достар, бұл счетыма сәтті келіп түседі. Оны уже сіздер күнделікті көрсетіп келе жатырмын. Сондықтан бұл жақтан екінші күнде сәтті түсу керек. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша.